Киіз үй туралы не білесіңдер? Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Киіз үйге ұқсас құрылыстар болған ба? Киіз үй қандай бөліктерден тұрады? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Киіз үй туралы не білесіңдер? Көшпелі мал шаруашылығының дамуына байланысты киіз үй пайда болды. Киіз үй қалай пайда болды? Киіз үйдің алғашқы нұсқасы қола дәуірінде пайда болған. Осы дәуірде Қазақстан жерін мекендеген тайпалар киіз үйге ұқсас дөңгелек тұрғын үйде тұрған. Ол заманғы тұрғын үйдің көне үлгісінің бірі күймелі арба немесе үстіне киіз үй орнатылған арба болған. Қазақстан жеріндегі ежелгі құрылыстың қалдықтары бізге сол замандағы сәулет өнері туралы мәлімет береді. Алғашқы тұрғын үйлер қандай болған? Алғашқы қолдан жасалған тұрғын үй кепе болған. Кепенің қалдықтары Қазақстанның оңтүстік, шығыс және солтүстік өңірлерінен табылған. Қола дәуірінде көшпелілер күмбез тәрізді қима шатырлы жертөле салды. Жертөлелер Қазақстанда, Орта Азияда және Ресейдің оңтүстігінен табылды. Кейіннен оңтүстікте тұрған үйлер шикі кірпіштен қаланса, солтүстік пен шығыста бөренелерден салына бастады. Орталық және солтүстік Қазақстаннан кейінгі қола дәуірінің жер үстіндегі үйлері табылған. Төбесі шатырмен дөңгелете жабылған мұндай ағаш құрылыстар киіз үйге ұқсайды. Ерте темір дәуірінде тұрақты тұрғын үйлер негізінен қыстауда салынды. Сонымен қатар көшпелілер қыстау қоныстармен қатар қала үлгісіндегі бекіністерді де салды. Киіз үй жылдам жығып, шапшаң тұрғызуға, түйеге артып жүруге, көшіп қонуға ыңғайлы. Киіз үй біздің заманымыздың 7 ғасырында кеңінен пайдаланылып, киіз басу белгілі бір еңбек кәсібіне айналған. Оған Алтай, Сібір, Қырым тау тастарындағы сурет таңбалар айғақ болады.